Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. İmam Abu Hanife rahimahullah. İmam Abu Hanife rahimahullah Allah Tağala'nın zati sıfatlarını bayandap bolğandan keyin endi Allah Tağala'nın fi'li sıfatları bar dedi. Fi'li yani is-qiymal qılınатын sıfatlar бар dedi. Fi'li sıfatlar, is-qiymal arqılı qılınатын sıfatlar. Is-qiymal arqılı qılınатын sıfatlar qayсылар dесе, birinchi at-taxliq, жарату. Ikkinchi at-tarziq, rizq беру. Wal-insha, жоқтан бар qылу. Wal-ibda, бар нәрсені арғай дамыту. Васана, Алла өзі жаратқан нәрсені көзге көрсетеді. Көзге көрсету, яғни көрінетін қылу. Осы және дағы басқада бұлар фи'ли сифаттар. Фи'ли сифаттар. Және бұларды такуини сифат деп те айтады. Такуин деген жоқтан бар қылу. Алла Тағала осы сифаттармен де сипатталынған. Және Алланың сифаттарынан бірде сифат, Алланың аттарынан бірде ат, ол пайда болған емес. Алланың бүкіл сифаттарының барлығы әзәли, ежелден бері бар. Алланың көркем есімдерінің барлығы ежелден бері бар. Олар қайсы бір уақытта пайда болған емес. Және Алла Тағаланың зати сифаттары мен фи'ли сифаттарының арасындағы айырма. Зати сифаттар менен фи'ли іс-қимыл арқылы қылынатын сипаттар, бұлардың ортасындағы айырмада ғұламалардың таластары бар, ихтилафтары бар. Муътазилалардың ұстанымдары бойынша, муътазилалардың түсініктері бойынша қайсы Алланың бір сифатының керісіншесі бар болатын болса, сол сифатты алып тастаса, оның қарама қайшысы болатын болса, онда оны фи'ли сифат деп атаймыз. Мысалы, бір адам үйінде бір баланы пайда қылды. Яғни біреудің үйінде, бәленше бір адамның үйінде бір бала пайда болды. Және пәленшенің үйінде бала жоқ деу. Мысалы, пайда қылмаса, оның керісіншесінде жоқ деген керісіншесінде бір сипат пайда болатын болса, оны фи'ли деп айтады. Мысалы, Алла Тағаланың тірілту деген сипаты, егер Алла тірілтпейтін болса, онда ол өлік болады. Алланың кейбір сипаттары бар, сол Алла өзінің сипатын алып қоятын болса, оның қарама қайшысы болмайды. Мысалы, Алла Тағала ризық беруші деген, егер Алла Тағала ризық бергенде, сол ризықты бермей қойса, адам ары қарай жүре береді. Бірақ қанша уақытқа дейін болса да, бірақ өмір сүреді. Ризық бермей қойса, Алланың екінші бір сипаты ол жерде пайда болмайды. Егер Алланың бір сипатын, Алла Тағала сол өзінің бір сипатын өзін жаратқан мақлуқтарына бермейтін болса, керісіншесі пайда болатын болса, оны фи'ли деп айтады. Мысал түрде Бақара сүресі 185 аят. Бақара сүресі 185 аят. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Алла Тағала сендерге жеңілдікті қалайды, Алла Тағала сендерге ауыртпашылықты қаламайды. Ал жеңілдік болады. Егер жеңілдікті алып тастаса, онда ауыртпашылық болады. Жеңілдікте емес, ауыртпашылықта емес деген нәрсе жоқ. Алла Тағала адамға жеңілдік береді. Адамның үндемей, тым-тырыс, ештеңесіз жай жүруінің өзі ол Алланың берген жеңілдігі.
Алланың берген жеңілдігі. Алланың берген жеңілдігі. Егер Алла тағала сол жеңілдікті алып қойса, адам онда қиналады. Былайша айтқанда, біз жеңілдік деп бір шаруа, бір зат үйлесіп кетсе, бір нәрсе оңынан бітіп қалса, соны жеңілдік, сол жақсы болды деп айтамыз. Адамның ештеңесіз қиналмай, жай өзімен өзі жүруі, тып-тыныш жүруінің өзі Алланың берген жеңілдігі. Алланың берген жеңілдігі. Егер Алла Тағала сол жеңілдікті алып тастаса, адамда ауыртпашылық, қиыншылық болады. Или жеңілдік болады, или қиыншылық болады. Сондай бір сипаттарды фиали сипат деп атаймыз. Және сол секілді Ниса сүресі 164 аят. Ниса сүресі 164 аят. Алла Тағала калламаллаху Муса таклиман. Алла Тағала Муса алейхиссаламмен сөйлесті. Алланың сөйлесу сипаты бар. Енді Алла Тағала бір Муса алейхиссаламмен сөйлесті. Егер Муса алейхиссаламмен сөйлеспей қойса, оның қарама-қайшысы жоқ. Онда ешкімге азап емес, Алланың наразылығы емес. Мысалы, Алла Тағала Муса алейхиссаламмен сөйлесті. Енді Алла Тағала сөйлеспей қою туралы Бақара сүресі 174 аят. Бақара сүресі 174 аят. Уәлә юкаллимухумуллаху яумал қиямат. Қиямет күні Алла олармен сөйлеспейді. Жаңағы мужрим, күнәһар, Алланың үкімін атқармағандармен Алла сөйлеспейді дейді. Демек, Алла сөйлеседі, Алла сөйлеспеуі де мүмкін. Егер Алла біреумен сөйлеспеген болса, бұл дүниеде, онда ол біз үшін азап емес, біз үшін Алланың наразы болғаны емес. Бұндай сипаттарды зәти сипат емес. Калам, Алланың сөйлеу деген сипаты бұл зәти сипаттар. Ал фиали сипат деп, ол сондай бір сипаттарды айтады, қайсы сол Алла өз сипатын алып қоятын болса, оның қарама-қайшысы болады. Разы, оның қарама-қайшысы наразы болу. Алланың ашуы келуі наразы болатын болса, ондайларды не дейді екен? Фиали сифат дейді. Бұл муътазилалардың айырмалары. Муътазилеттердің зәти сифат пен фиали сифаттың айырмасы осында дейді. Аш'ариттер, имам Аш'ари рахимахулланың артынан ілескен адамдардың зәти сифат пен фиали сифаттың арасындағы айырма, қайсы сипат оның теңі болатын болса, мысалы ақ пен қара деген секілді, онда оны фиали сифат дейміз, яғни жоғарыда айтылған муътазилеттерге ұқсас. Мысалы хаят Алланың адамдарды тірі қылады, тірілтеді және өлтіреді, мумит. Яғни екеуі бірге жүреді, бірге болады. Ақ, қара, жаман, жақсы деген секілді. Алланың сондай бір сипаттары бар болатын болса, қос болатын, онда оларды фиали дейді. Алланың қос емес, дара сипаттары болатын болса, оны зәти деп айтады дейді. Алланың көру деген сипаты бар. Оның қарама-қайшысы көрмеу. Енді көрмеу деген нәрсе жоқ. Немесе көрсетпейтін деген сипаты жоқ қой Алланың. Көру, көрсету, адамға көру деген, адамға көрсетеді, Алланың өзінің бүкіл нәрсені көріп тұр деген сипаты бар. Енді көрсетпеу деген ондай нәрсе жоқ. Зәти, көру, сама, басар өтіге зәти сифаттарды. Калам, бұлар зәти сифаттар. Бұл не болады екен? Қосмен болатын нәрсе емес. Мысалы, юхи ва юмит. Алла тірілтеді және өлтіреді. Бұл қоспен болатын нәрселер. Қоспен болатын нәрселерде оны фиали сифат дейді. Егер қос емес дара болатын болса, оны зәти деп атайды. Мысалы, ихя және имата, халық, ризық, осыған ұқсас нәрселер, бұлардың барлығы фиали сифат деп атайды. Имам Матуриди рахимахулла айтты, біздің көзқарасымыз бойынша зәти сифат пенен фиали сифаттың арасындағы айырма ол сол айтылған
көркем есім немесе сол сипатпен Алланы сипаттауға болатын болса, онда ол зәти болады. Сипаттауға келмейтін болса, онда ол фиали болады. Мысалы, құдрат, илм, иззат, азамат, осыған ұқсас бүкіл сипаттар, бұл осы сипаттармен Алла Тағаланы сипаттауға болады. Алла маусуф болады осы сипаттармен. Демек, бұны фиали деп айтылады, зәти деп айтылады. Қайсын сипатталмайтын болсаң, онда оны фиали деп айтылады. Мысалы, такуин, пайда қылдыру, жұмсақтық, және Алла Тағаланың ашуы, ғадап, наразы болуы. Бұл сипаттарменен Алланың бұл сипаты бар, бірақ Алланы ұлықтағанда сен бұндай сипаттармен ұлықтамайсың. Бұндай Алланы мейірімді, беруші, шифа беруші деген сипат. Яғни Алланы мақтағанда сипаттайтын сипаттар оны зәти дейді. Алланы мақтағанда, мадақтағанда сипаттамайтын сипаттарды фиали деп айтады. Алланы мадақтап отқанда, Алланы мақтап отқанда сен Алла ашулы, Алланың қаһары, Алла тозаққа салушы деп мадақтайсың ба? Жоқ. Бұл Алланың сипаттары бар, бірақ мақтағанда, мадақтағанда бұл Алла Тағаланың бұл нәрселермен сипаттамайсың. Демек, сол нәрселерді фиали деп атайды. Фиали деп атайды. Такуин деген сиға, Алла Тағаланың такуин деген сиға, такуин деген сипаты бар. Такуин деген жоқтан бар қылу, жоқтан бар қылу. Біздің ұстанымыз бойынша Алланың такуин деген сипаты бар. Бірақ Алла такуин деген сипаты, яғни жоқтан бар қылу, яғни сол мукауан, пайда болу, пайда қылынды. Мысалы, Алла Тағала жоқтан бар қылды. Бір нәрсе жоқ еді, Алла оны өзінің құдіретімен үкім берді, ол нәрсе бар болып қалды. Енді бар болған нәрсе ол хадис, жаратылған нәрсе. Ал бар қылдыртушы ол Алланың сипаты. Мысалы, айтайық, бір зат, бір нәрсе жоқ. Алла оны пайда қылды. Үкім берді, күн фаякун деді. Күн фаякун деді. Жоқ нәрсе бар болып қалды деді. Енді сол нәрсе бар болып қалды. Мысалы, телефондегі бір зат жоқ еді, бар болып қалды. Алла үкім берді, күн фаякун деді, бар болып қалды. Енді сол бар болынған нәрсе, осы зат, телефон болсын, басқа болсын, бұл махлуқ, бұл жаратылған, бұл пайда болған нәрсе. А енді осыны пайда қылған Алланың күн фаякуны деген үкімі, ол пайда болған емес, ол Алланың сипаты. Алла Тағала ризық беруші. Алла ризық беруші. Ризық өзі, Алла ризық беруші. Сол ризықтың өзі жаратылған, пайда болған нәрсе. Сол тамақ деді, тамақ Алла беріп жатыр. Сол тамақ, ол пайда болған, ол жаратылған, пайда болған нәрсе. Бірақ соның пайда қылған нәрсе, ол Алланың сипаты. Ар-Раззақ деген. Бұл Ахли суннаның ұстанымы бойынша. Муътазилиттер айтты, егер ал күн фаякунды, такуин, күн фаякун, бір нәрсені бол дегенде бола қалатын болса, ол нәрсе егер пайда болған нәрсе деп айтпасақ, онда одан пайда болған нәрсені де пайда болған деп айтпаймыз дейді. Яғни, бір зат бар, бір зат, оның қоспалары бар. Әрбір нәрсе өз қоспаларымен бірге сол нәрсенің атағына, сол нәрсе атау болады. Мысалы, телефон десе, телефон ол чехолымен де телефон, ішіндегі мына бетіндегі жаңа әйнегі де телефон, бәрі телефон болады. Муътазилиттер айтады, егер такуин Алланың сифаты дейтін болса, сол такуиннен пайда болған, такуинге қатысты болған нәрселердің барлығы да ол пайда болған нәрсе деп айтпаймыз дейді. Ол да Алланың сипаты дейді. Яғни тамақта ол Алланың сипаты дейді, былайша айтқанда. Муътазилиттер айтады. Ахли сунна ол жаман ұстану бойынша такуин, Алла Тағаланың күн фаякун деген бұйрығы ол Алланың сипаты, бірақ содан пайда болған нәрсе ол Алланың сипаты емес, ол хадис. Жаңадан пайда болған нәрсе, ол пайда болған нәрсе.
Жақсы, егер муътазилеттер секілді айтатын болсақ, жақсы, такуиннің Алланың сипатынан пайда болған, Алланың үкімінен пайда болған нәрселерде де ол Алланың сипаты дейтін болсақ, бәрібір ол жоқ еді, пайда болды. Демек, пайда болған нәрсе бәрібір. Қанша жерден оны сен сипат десең де бәрібір пайда болған нәрсе. Сол үшін тахлиқ, жарату, Алланың жаратуы, тарзиқ, рызық беруі, бұл әхлі сунна уал жамааның ұстанымы бойынша фи'ли сипаттардан болып есептеледі. Фи'ли сипаттардан. Инша жоқтан жоқ еді, оны пайда қылды. Ол нәрсені пайда қылды, ол нәрсе басталды енді әрі. Мысалы, бала болады, ол баланы пайда қылды Алла, енді ол әрі қарай дамиды, әрі қарай өседі, басқа болады, не болады. Соны инша дейді. Ал қайсы бір нәрсені пайда қылды, бірақ ол әрі қарай дамымаса, өспейтін нәрсе болатын болса, оны жаратқан, жаратылған деп айтады. Мысалы, бір зат, жаны жоқ нәрсе. Алла Тағала бір мына жаны жоқ нәрсені жаратты, енді ол әрі қарай үлкеймейді, өспейді. Онда бұл жаратылған нәрсе. Инша деп, Алла Тағала оның нәрсені жаратты, ол әрі қарай өзі дамитын нәрсе. Сол үшін инша Алла деген кезде, инша Алла деген сөзді жазған кезде, мұқият болу керек. Ин деген әріп, ин деген шарт үшін қойылатын бөлек, ортасында фасила бөліну керек. Сосын шаа деген сөз өзінше жазылу керек. Шаа деген. Егер екеуі бірдей жазылып болатында, инша деген сөз бар. Инша деген ол жоқтан бар қылған, халықтың мағынасындағы жоқтан бар қылған нәрсені инша дейді. Ол арғай не болады екен? Инша деген арғай дамиды ол нәрсе. Соны инша дейді. Егер біреу айтса, Алла қаласа деген сөз, иншалла деген сөзді жазған кезде, иншалла деп бірге жазатын болса, бір сөз қылып жазатын болса, инша деген сөзді, онда Алла Тағала пайда қылды, ол арғай дами береді деген сөз. Алла қаласа деген мағына шықпай қалды. Жазуда ин менен шаның ортасында айырма болу керек. Екінші тілдік мағынасында иншаның, ол тілдік мұхауара, сөйлесуді дамытуды инша дейді. Мысалы, діни оқуға түсетін болсаңыздар, ислам университетіне болсын, медресеге түсетін болсаңыздар, инша деген сабақ бар. Инша деген сол грамматикадағы, мысалы, үйрендіңіз ғой арабша сөйлесуді. Соны арғай дамытуды, грамматика ережелерін инша деп айтады. Бүгін инша сабағы бар, иншаия сабақ болады деп, жүмле иншаия деп те айтылады. Инша деген сол сөйлесуді дамыту, яғни мұхауара, диалог. Сонда Алла қаласа деген сөйлемді жазуда қазақша жазасыз ба, арабша жазасыз ба, ин менен шааны екеуінің ортасын бөлу керек. Егер бірге жазылып қалатын болса, онда ол қате болады, басқа мағына шығып кетеді. Одан кейін ибта деп сол нәрсені, бір нәрсені пайда қылу. Яғни бида деген сөз осыдан шыққан. Алла бади, Құранда көптеген аяттар бар. Аллахум бади'ус самавати вал ард. Алла Тағала аспандарды, жерді бида қылды, яғни жаратты. Жоқ еді, пайда қылды деген сөз. Бида деген мүлдем оның түбірі жоқ, алынған, оның жаңағы негізі жоқ нәрсені бида деп айтады. Алла Тағаланың бади деген сифаты бар. Бади деген сифаты бұл фи'ли, іс-қимыл арқылы болатын сипаттар. Іс-қимыл арқылы болатын сипаттар. Сол жоқтан бар қылуды бади дейді, ибта деп айтады. Құранда көптеген аяттар. Бади'ус самауати вал ард, аспандарды, жерлерді пайда қылды. Одан кейін сана, Алла Тағаланың сана деген сипаты бар. Бұл Алла пайда қылған нәрсесін ашыққа шығарып көрсету. Кейбір нәрселер бар, Алланың жаратқан кейбір нәрселер бар, оны сен көре алмайсың. Мысалы, өмір, хаят, өмір. Қалай көресің? Көмірді көресің, өмірді көре алмайсың. Ауа, Алла жаратты, бірақ сен көре алмайсың. Жас, адамның жасы, 30-да, 40-да, 50-да, 60-да, бірақ сен көре алмайсың. Алла жаратты. Сол секілді сезімдер, онда көре алмайсың. Ол сезімді сен бір іс-қимыл арқылы біле аласың, бірақ сол сезімді өзің көре алмайсың. Демек, Алланың кейбір жаратқан нәрселері бар, соны Алла жаратқан нәрсесін көрсетсе, оны сана деп айтылады. Егер Алла өз жаратқан кейбір нәрселерді
сен көре алмасақ, біз көре алмайтын нәрсе болсақ, онда сол көре алмаған нәрсені көрсетуді сана деп айтады. Алланың сипаты бұл. Алла өзі жаратқан нәрсенің бәрін көрсете берген жоқ. Сол үшін біз білмейміз, дағы да басқа қандай жаратылыстар бар. Хадисте өттік, білесіздер, жер құрықтықта Алла Тағала 400 мақлұқ жаратқан, суда 600 мақлұқ жаратқан. А біз құрықтықта бір 5-6 мақлұқты ғана білеміз. Адам, хайуанаттар, малдар, жануар, өсімдіктер, құстар, 5-6 нәрсені білеміз. Болды. 400 нәрселер. Алла өзі жаратқан жаратылыстарын егер адамдарға, мақлұққа көрсетсе, оны сана деп айтады. Алланың сана деген сифаты бар. Сони деген сифаты бар. Сол осы сана деген сифаты өзінің жаратқан жаратылысын көрсетуші деген сөз. Алла өзі жаратқан нәрсесін көрсетпейтін де нәрселері өте көп. Біз білмейміз. Кейбір заттар бар, тек атын ғана білуіміз мүмкін. Ал енді суда Алла пайғамбарымыз айтып жатыр, Тирмизиде келген, суда 600 мақлұқ. Сіз суда тек қана балықтан басқа ештеңе білмейсіз. Балықтан бірақ мақлұқты білеміз. Балық, сол балықтың айналасындағы нәрселер болды. Басқа дым білмейміз. 600 мақлұқ деп жатыр. 600 мақлұқ. Не деген нәрселер бар? Біз судың астында тіршілікте тек қана балықты ғана түсінеміз, болды. Жақсы, судың астында тағы өсімдіктер болсын, екі мақлұқты білеміз, болды. Басқа 600 мақлұқ деп жатыр. Осы Алла өзі жаратқан кейбір жаратылыстарды көрсетеді, кейбір нәрселер көрсетпейді. Бұл Алланың өзінің хикматы. Егер сол өзінің жаратқан нәрселерін көрсеткен болса, ол не болады екен? Сана деп аталады. Құрықтықта қазір адамдардың өмірінде де ауа, өмір деген нәрсе, өмір сүру, бұл нәрселерді де көру мүмкін емес. Біз көре алмаймыз ол нәрсені. Өсу деген нәрсе, өсуді де біз көре алмаймыз. Өсуді де көре алмаймыз. Адамның өсуі, оны көре алмаймыз. Ол өзгергеннен көре аламыз. Мысалы, бір нәрсе кішкентай еді, өсті деген, сен көріп тұрған жоқсың. Ол өсіп батқанын көріп тұрған жоқсың. Өскенін көрдің сен. Өсу деген нәрсені көре алмаймыз біз. Осы сипаттарды фиали сифат дейді. Яғни тахлиқ, жарату, ризық беру, жоқтан бар қылу, бар болған нәрсені көрсету, арқай дамыттыру, бұлардың барлығы не болады екен? Алла Тағаланың фиали сипаттары деп аталады. Ахлі сүнна уәл жаманың ұстанымы бойынша және Маура Нахр уламаларының ұстанымдары бойынша, ақидалары, түсініктері бойынша Алла Тағала өзінің фиали сипаттарын хақиқатан әзәли дейді. Алланың фиали сипаттарын негізі әзәли деп түсінеміз. Яғни ежелден бері. Яғни біз зәти сипаттарын өттік қой. Енді айтып отырмыз фиали сипаттар, жаратушы, ризық беруші, жоқтан бар қылушы, бар қылған нәрсені көрсетуші Алланың. Осы сипаттар не өткен, біз оларды да әзәли деп білеміз. Зәти сипаттар ол әзәли, өткенбіз, әзәли, ежелден бері. Бұл фиали сипаттарды да ежелден бері оның бастамасы жоқ дейміз. Яғни Алла Тағала ең бірінші қаламды жаратты. Қаламды жаратқаннан кейін Алла Тағала жаратушы деген атқа қонған жоқ дейміз. Алла Тағала инсанды, жаны бар нәрселерді жаратты да, кейін оған біріншісіне ризық берді. Содан кейін Алла ризық беруші деген атқа қонған жоқ. Алланың бұл сипаттардың барлығы ежелден бері бар. Әзәли, ежелден бері бар. Бұлар хақиқатан негізі әзәли деп түсінеміз. Бұл Ахлі сүнна уәл жаманың ұстанымдары бойынша. Жаңағы сона деген Алла Тағала өз жаратқан жаратылысының егер көрсететін болса, кейбіреулерін көрсетеді, кейбіреулерін көрсетпейді. Сол көрсеткенде Алла Тағала сона деген сипаты бар дедік. Оған дәлел Нәмл сүресі 88-ші аят. Нәмл сүресі 88-ші аят. Нәмл сүресі 88-ші аятта Сун Аллахиллази атқана күллә шей. Алла Тағала өзінің әрбір жаратқан нәрсесін ашық, айқын қылып көрсетеді деген Нәмл сүресі 88-ші аятта келген. Сун Алланың көрсету деген нәрсесі әрбір жаратқан нәрсесінде Алла Тағала көрсететін болса, ашық, айқын қылып көрсетеді. Егер көрсетпейтін болса, онда мүлдем көрсетпейміз, бірақ иман келтіреміз. Сенеміз.
сенеміз. Мысалы пайғамбарымыз жаңа хадисте айтты, құрлықта 400 мақлұқ, судың астында 600 мақлұқ жаратады. Біз оларды көрмесек те сенеміз. Ал кейбір сондай нәрселері бар, ол нәрселерге сенеміз, иман келтіреміз. Егер ол нәрсеге иман келтірмесең де, сенің табиғатың ол нәрсені қабылдайды. Мысалы ауа, адамның өмір сүру деген нәрсе. Ол нәрсені біз, егер қайсы бір адамдар оған сенбеген болса да, оның табиғаты сол сенетін бұл жаратылған. Оның табиғаты сол нәрсеге көрмесек те сенеміз. Ахлу сунна уал жамааның ұстануы осылай. Рум сүресі 40-шы аят. Рум сүресі 40-шы аят. Рум сүресі 40-шы аятта Аллаху лази халақакум сумма разақакум. Алла тағала сендерді жаратты, одан кейін ризық берді. Алла тағала сендерді жаратты және ризық береді. Муътазилеттердің ұстанымдары бойынша бұлар хадис пайда болған сипаттар деді, және сол пайда болғандардың ішінде бірінші халық, Алла тағаланың жаратушы деген сипаты пайда болды, одан кейін ризық деген сипаты болды. Бұлай емес, бірінші ризық беруші деген сипаты пайда болды, одан кейін жаратушы деген сипаты пайда болды. Емес, бірінші жаратушы, одан кейін ризық деген пайда болды дейді. Бұл бірақ қате ұғым. Алланың сипаттарының барлығы пайда болған емес, ол ежелден бері бар, бастамасы жоқ. Және Алла тағаланың әрбір нәрсені, Алланың ар-разақ деген сипаты бар, тарзиқ, ризық беруші. Сол Алланың әрбір нәрсені бере беруі, ол Алланың жақсы көргендігінің белгісі емес. Мысалы, кейбір адамдар айтады, мен дұға қылам, бірақ кейбір уақытта ол қабыл болмайды. Дұға қылам, ол қабыл болмайды. Егер әлбетте шариғат бойынша бүкіл шарттары, талаптары орындалған болса, ол қабыл болды. Мысалы, адал нәрсені дұға қылып сұрап жатсың, арам нәрсе жеген жоқсың, ішкен жоқсың, арам киім жоқ, бәрі жақсы, дәретпенен, бүкіл шарттары бар енді. Дұғаның қабыл болатын шарттары бәрі бар, дұға қылып жатыр. Ондай кезде біз сенеміз, иман келтіреміз, дұғаларымыздың бәрі қабыл болып жатыр. Сен сұраған нәрсеңді Алланың тарапынан алған болсаң да, алмаған болсаң да, Алла саған берді деп ұстанамыз. Біздің ақидамыз солай. Ғұламалар түсіндіреді. Алла тағаланың әрбір беріп жатқан нәрсесі, Алла мені жақсы көріп жатыр, сол үшін мен не сұраймын, Алла соны береді деу ұғым қате ұғым. Алла тағаланың кейбір уақытта сен сұраған нәрсеңді беруі, кейбір уақытта сенің бермеуі Алланың жақсы көргенінің белгісі дейді. Мысалы түрде қарапайым біздің тілмен айтатын болсақ, біздің түсінікпен айтатын болсақ, бір кішкентай бала, ол бәрін сұрайды. Тәттіді сұрайды, ананы да сұрайды, мынаны да сұрайды, ашсыны білмейді, аш екен. Бірақ көзіне әдемі көрінеді. Ананы да сұрайды, мынаны да сұрайды. Сонда не істейсіз? Сіз оған кейбір нәрселер бересіз, кейбір нәрселер бермейсіз. Көп тәттіні бермеуіңіз, ол сол баланың тісі ауырады, басқа болады, бірдеңе болады, тағы зияны болып кетеді, сол үшін бермейсің. Немесе кейбір уақытта ол жаңағы ащы нәрселерді білмейді, сол сырты әдемі болғасын, сол нәрсені жеймін деп сұрайды, бірақ сен ата-анасы оның нәрсені бермейді. Сол кезде кішкентай бала, ол ата-анам маған бермеді деп одан сайын жылайды. Ол ойлайды, бұлар маған қастандық қылып жатыр, бұлар менен қызғанып жатыр деген секілді, сол үшін жылайды ол. Ал енді сұраған бәрін берсе, егер ата-ана немесе бір үлкен кісі сол кішкентай баланы аямайтын болса, мә же, мынандай же, бәрін жеді, ашын да берді, тәттін да берді, үйіп берді оған. Енді ол бала ойлайды, мен сұраған бәрін беріп жатыр, ол қандай жақсы деп. Бірақ ол беруші үлкен кісі, ол ата-анасы болсын, ол наразы беріп жатқанда. Же. Күй, аузың күйіп қалсын, тісің ауырсын, құрттасын деп. Ол наразы болғасын, бәрін беріп жатыр. Сол үшін біздің ақидамызда біз дұға қылып сұраған нәрсенің барлығын Алла тағала кейбір нәрсені беріп жатқан болса, кейбір нәрсені бермей жатқан болса, Алла біздің дұғамыздың бәрін қабыл қылды, және бермеген нәрселер болатын болса, Алла бізді жақсы көргенін белгісі дейміз. Біздің ұстанымымыз бойынша. Кейбір адамдар енді білмегендіктен, немесе қиналғандықтан ойлау мүмкін, мен бәрін сұрап келдім, бәрін берді, мына нәрсені сұрадым, бермей қойды, осы
бермей қалды, демек осы жердегі дұғам қабыл болмай қалды деп ойлайды. Бұл қате ұғым. Бұл қате ұғым. Алла тағала кімге не нәрсені беру керек, не нәрсені бермеу керек, Алла өзі жақсырақ білуші. Қайсы нәрселерді бермеген болса, ол нәрсе саған көп болып кетсе, саған бір жерден тесіп шығады, немесе ол артық болады, ол немесе зиян болады. Сол үшін Алла тағала кейбір уақытта кейбір нәрселерді бермейді. Кейбір нәрселерді бермейді. Сол Алланың бермеуі ол дұғаның қабыл болмағандығының белгісі емес. Әлбетте дұға қабыл болу үшін шарттардың бәрі табылған болса, адалдан тамақ ішкенсің, адалдан жегенсің, адалдан киінгенсің, адалдан қылынғансың, бәрі таза, ешкім хақсын жеген жоқсың, сөйтіп дұға қылдың, мысалы Каабада дұға қылдың, ұлық жерлерді Мекке, Мәдинада барып Әл-Харам жерде дұға қылдың, бірақ кейбір уақытта сол нәрсе болмай қалды. Дұға қылдың, я Алла, үйге барған кезде осы нәрсе бар болып қалсын. Үйге келдің, жоқ нәрсе. Ойлайсың, мен Әл-Харамда дұға қылдым ғой. Әл-Харамда дұға 100% қабыл болады деген, кім біреу күмәнданатын болса діннен шығады деген мәселе бар ғой. Әл-Харамда осы дұға қабыл болмай ма екен деп ойласа, діннен шығып кетеді адам. Біздің ақидамыз. Енді бір адам дұға қылды, үйіне келді, ол нәрсені таппады. Қалай болды деп ол адам енді қиналады. Алла әрбір нәрсені сұрағанды бере бермеу, ол біздің дұғамыз қабыл болғандығы және Алланың біздің жақсы көргендігі. Керісінше, әрбір қолын жайған кезде сұраған нәрсенің бәрі бола беруі, ол Алланың саған береді, бірақ ол разы болғанның белгісі емес. Білмейміз, мүмкін наразы болуы мүмкін. Мүмкін наразы да болуы мүмкін. Сол үшін біздің ұстанымымыз бойынша Алла тағала ризық беруші, бірақ кейбір уақытта Алла өзінің ризығын тарылтып қойса, кейбір уақытта бермей қойған болса, біздің сұрағанымызды бермей қойды деген ұғымда болу, ол қате ұғым. Ол қате. Себебі Алла тағаланың сондай бір сипаттары бар, ол нәрсе тәмдид, ұзарады. Мысалы ризық, бүгін ертең тағы беру керек, алады. Сол ұзарып тұратын нәрселер. Күнде сол нәрсеге біз мұқтаж болатын нәрсеміз. Сол нәрселерде ол кейбір уақытта үзілуі мүмкін, кейбір уақытта үзілмеуі мүмкін. Ал Алланың жарату деген халық деген сипаты, халық, ол Алла тағала кейбір уақытта бермей қоймайды емес. Алла саған өмір берді, бір күн алып қойды, ертесі күні қайттан берді. Үзілмейді ол нәрсе. Кейбір Алланың сипаты ризық, ол үзілуі мүмкін. Сол үзіліп қалған кезде Алла қабыл қылмай қойды, немесе тағы басқа жаман ойда болу, ол қате. Кейбір уақытта сол нәрсенің үзілуі, кейбір уақытта сол нәрсенің болмай қалуы біздің дұғамыздың қабыл болып жатыр. Әлбетте шарттардың бәрі табылған болса. Және Алла бізді жақсы көріп жатырғанның белгісі. Бұл Ахлус-сунна уал жамааның ұстанымы бойынша. Сол үшін Алла тағала Аллаху лази халақакум сумма разақакум. Алла сендерді жаратты, кейін екінші сипатменен Алла тағала сендерге ризық беріп жатыр. Сол ризықта Алла тағала не үшін беріп жатыр? Адамды жақсы көру үшін. Кейбір уақытта кейбір адамдар ойлайды, дінсіздер қандай байып жатыр, олардың шаруалары үлесіп жатыр, қолдарынан бәрі келеді, олда проблем жоқ деп. Осының өзі дәлел. Егер барлық нәрсені бере беретін болса, Алланың жақсы көргендігі болатын болса, дінсіздерге, немесе Құдайға қарсы шыққандар, Фираун, Намруд, бұларда бәрі болды. Егер бүкіл нәрсені беру Алланың жақсы көргендігін белгісі болатын болса, оларға бермейтін еді. Бірақ Алла тағала оларға беріп қойды. Үлкен кісі, же, бәрін же, тілінде күйсін, тісіңде ауырсын, берді, бірақ сол бала ойлайды, мені жақсы көреді деп ойлайды. Бірақ ол наразы болып беріп жатыр. Сол үшін кейбір уақытта сондай бір жағдайлар болып қалатын болса, сондай бір нәрсені тарылып қалатын болсақ, ол біз үшін хайыр. Алланың разы болып жатқандығының белгісі. Алла тағаланың бізден разы болып жатқан белгісі. Зарият сүресі 56 аят. Зарият сүресі 56 аят. Вама халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жин менен инсандарды өзіме ибадат қылу үшін жараттым деді. Ғұламалар айтты, ибадаттан мақсат марифа, Алланы тану. Алла тағала инсан менен жинді Алланы тану үшін жаратты. Егер адам Алланы танитын болса, сол кезде құлшылық қылады. Егер адам Алланы танымайтын болса, ол құлшылық қылмайды. Құлшылық қылмайды. Адамдар ғибадаттан, құлшылықтан алыс не үшін? Алланың наразы болуын, Алланың разы болуын білмегендіктен. Енді кейбір уақытта бір адам күнә қылып қояды. Ғұламалар айтады,
тәубе қылу шарт күнәға. Әрбір күнәға тәубе қылу шарт. Әрбір күнәға тәубе қылу шарт. Егер қайсы күнә қылынды, ол күнәнің тәубесі қылынбаған болса, Алла кешірген болса да, ол күнә тозаққа кіруге себеп болады. Қайсы күнә тәубе қылынған болса, бұл дүниеде жуылып шайылып кеткен болса, онда ол нәрсе күнә болып есептелмейді, тозаққа да кіргізбейді ол нәрсе. Ғұламалар айтты, жәннат таза нәрсе, және таза адамдарға. Бір адам, инсанбыз, инсан жақсы амалды қылады, жаман амалды қылады. Енді жақсы амал қылып жүріп, арасында жаман амалы бар болатын болса, ондай адамдар жәннатқа кіре алмайды тікелей. Тозақ азаптау үшін жаратты Алла Тағала, және тазарту үшін жаратты. Кафир, мушриктерге Алла Тағала азап беру үшін, мұсылмандарға тазартатын нәрсе ол тозақ. Жәннат таза нәрсе. Жәннатқа тазалығы көп болған адамдар кіре алмайды. Мейлі сен тазалығың, жақсы амалың көбірек, күнә амалдарың азырақ болса да кіре алмайды, дейді ғалымдар. Жәннат таза нәрсе, және тазалар ғана кіреді оған. Ал енді сол өмірінде күнәсі бар, кешірілмеген, тәубе қылынбаған, Алла кешірмеген болатын болса, Алла сол тозақты сол момын мұсылмандар үшін де жаратты. Не үшін? Соған салып, сол ішіндегі жазасына, күнәсінен жараса, жазасын алып, тазаланып, сосын оны шығады. Сол үшін ғалымдар айтады, егер күнәларымыз үшін тозақта жаза алып, одан кейін жәннатқа барғанды қаламасақ, тікелей баруды қалатын болсақ, әрбір күнәмізға тәубе шарт. Үлкен болсын, кіші болсын. Үлкен болсын, кіші болсын. Екінші, сол күнәдан кейін артынан жақсы амал қылып, бұл да шарт. Хадисте пайғамбарымыз айтты, жаман күнә іс қылып қойдың ба, пендешілікпен барып қойды, сөйлеп қойды, істеп қойды, артынан міндетті түрде жақсы амалды қылып жүру керек. Сол жақсы амал күнә амалды жуып шайып өшіріп жібереді. Бірінші тәубе. Тәубе ол кешірілу үшін. Кешірілу ол сол амал тозаққа апарып тазартпау үшін. Яғни біз қалаймыз, о дүниеге барғанда Алланың алдына тозақсыз жәннатқа барғымыз келеді бәрімізде. Бір адам ойлауы мүмкін, мен өмірімде бүкіл құлшылықпен өткіздім. Арасында енді болды, пендешілікпен қылып қойған, істеп қойған, айтып қойған, тартып қойған жерлерім болды. Бірақ енді ол аз ғой. Басым бөлшілігі мен өмірім жақсы амалмен өтті ғой. Енді мен бәрібір жәннатқа барам ғой. Деу өз-өзін кейбір адамдар таслия, өз-өзін жұбатады. Өз-өзін жұбатады. Және ол сонымен жәннатқа кірем деп үміттенеді. Ғалымдар айтып жатыр, жәннат таза нәрсе, тап-таза нәрсе, және оған тап-тазалар ғана кіреді. Жәннат тап-таза, және оған тап-тазалар ғана кіреді. Ешқандай күнәсі жоқтар кіреді. Тікелей кіретін пайғамбар, сахабалар, одан кейін Алланың ең сүйіктілері. Ал кейде күнә іс қылып жүр, кейде жақсы амал қылып жүргендер, олар егер тікелей тозақсыз жәннатқа кіргісі келетін болса, қылған әрбір күнә ісіне, қателігіне тәубе қылу шарт. Бұрында болды ғой, енді қылып қойдық қой, енді кешірер, алдағы уақытты ойлай беру керек қой деп, алдағы уақытпен өмір сүру қате. Иншалла жәннатқа барамыз, үмітіміз бар. Бірақ проблема, қиыншылық тозақ арқылы болып тұр ғой, сол проблема болып тұр. Енді сол тозақ арқылы болмау үшін әрбір күнәға, бүкіл жалпы күнәға емес, әрбір күнәға тәубе шарт. Әрбір күнәға тәубе шарт. Алла Тағала бәрімізге жұмақ нәсіп еткен болсын, және жұмаққа тікелей кіретін пайғамбар, сахабалармен бірге жұмаққа кіруге Алла нәсіп еткен болсын. Алла Тағала бәрімізге жұмақ нәсіп еткен болсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.